Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін біз сіздермен форумдағы бір схеманы тексеретін боламыз. Оның айтуынша YouTube'тан 10-15 видео көргенге 1000 теңге төлейді дейді. Сол рас па әлде өтірік пе, қазір тексереміз. Ал сіз болсаңыз осы видеоны толық көріп, лайк, колокольчик басуды ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Біздің ақша табатын сайттың аты Watch Hours деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Жалпы бұл жерде біз басқа біреудің видеоларын көргенге ақша төленеді екен. Және де егер сізде ноутбук жоқ болса, сіздер телефон арқылы да орындай аласыздар. Бірақ бұл сайтты біз қазір сіздермен тексеретін боламыз. Шынымен де бізге ақша төлейді ме, әлде өтірік па? Және тағы айта кететін жағдай, сайт ағылшынша болғанмен барлығы түсінікті. Тек қана видеоны толық көрсеңіздер, сол арқылы да қайталап орындауға болады. Енді мына жерде регистрация дегенге басамыз. Одан кейін username деген сіздердің логиндарыңызды жазасыздар, имейлдарыңызды толықтай жазу керек, парольдарыңыз, одан кейін бұл жерде пол, яғни мужской, женский, осыларды таңдайсыздар. Одан кейін country, мына жерде Қазақстан немесе Россияны таңдауға болады. Одан кейін барып регистрация басамыз. Регистрация жасап болғаннан кейін мынау біздің жеке кабинетіміз. Бұл жерде сол жағында watch video деген бар, соған басамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай ақшаны бізге коинмен төлейді. Ол коинді біз долларға ауыстырып аламыз. Енді мұқият тыңдаңыздар, осы сайттан қалай ақша табамыз? Видеоның авторлары өздерінің видеосына просмотр көбейту үшін осы сайтқа ақша төлейді. Ол просмотрды жалпы біз орындаймыз, ал сайт тапқан ақшасын бізбен бөліседі. Түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болып жатса, комментарияға сұрақтарыңызды қойыңыздар. Менде қазір 33 коин бар екен. Енді осы жердегі видеоларды қарап көрейік. Ол үшін watch дегенге басамыз. Ары қарай play дегенге басамыз. Мына үстінде бізде секундомер бар. Осы біткеннен кейін бізге коинді төлейді екен. Сондықтан да сіздер өздеріңіздің басқа жұмыстарыңызды жасай беруге болады, ал видео өзімен өзі көрсетіле береді. Міне бізге 12 коин берілді. Обновление жасайық. Міне 45 коин. Достар, қазір сіздердің көздеріңізше тағы 2 видеоны қарайтын боламын. Міне watch 2 минут секундомерді күтеміз. Және тағы бір жақсы, бұл жерде звук барлығы өшірулі. Бізге тағы да 12 коин берілді. Одан кейін мына жерде watch another дегенге басамыз. Асты жақтарын қарайтын болсақ, бізге 3 коин төлейтінде видеолар бар екен. Watch басамыз. Бірақ 2 минуттың орны 45 секунд күтеді екенбіз. 3 коин бізге төленді. Қазір бізде баланста 114 коин немесе 0,03 доллар. Ол дегеніміз 12 теңге ғана. Сол кезде осы сайттан 10 минут уақыттарымызды бөліп, тек қана 12 теңге таптық. Достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар, форумда айтқан автордың тәсілі өтірік болып шықты. Оның айтуынша бір видеоға 100 теңге төлейді деп айтты. Осы сайтта біз сіздермен толығымен тексердік, 4-5 видео көрдік. Сол кезде бізге 30 коинға негізінде 4-ақ теңге төлейді. Міне мына жерде 3 коинға 0,04 теңге төлейді. Жалпы осы сайтта күніне 30-40 видео көруге болады. Оның өзінде 3-4 сағат уақыттарымызды бөліп, тек қана 100 теңге табуымызға болады. Және де қарап тұрсақ, заданиялар өте оңай, тек қана видео көргенге бізге ақша төленеді. Бірақ ешқандайда бір видеоға 100 теңге төлейтінін көріп тұрған жоқпын. Егер де сіздер ештеңке жасамай осылай ақша тапқыларыңыз келсе, осы сайтты қолдануға болады. Жалпы ары қарай ақшаны шығарып алу үшін сол жағында withdraw money дегенге басамыз. Осы жерде орысшаға аударып алуға болады. Количество монет коинов жазамыз, одан кейін способ оплаты дегенге payer ғана бар. Бұл жерде минимальный вывод бізде 1 доллардан басталынады. Өздеріңіздің payer кошелектарыңызды жазасыздар, яғни робот, одан кейін барып запрос басамыз. Кабинеттің үсті жағын қарайтын болсақ, мына жерде подтверждение платежей деген бар, соған басамыз. Осы жерде күнделікті выплата жасағандары көрсетілген. Мысалы, бүгін 28 март қаншама адам 1 доллардан шығарып алған екен. Ары қарай қараймыз, 27 мартта 1,27 доллар, 1,57 доллар, 1,35 доллар сөйтіп кете береді. Жалпы осы сайт ақша төлейді, бірақ өте аз. Сондықтан да осы сайтпен сіздер қолданасыздар ма, қолданбайсыздар ма, оны өздеріңіз таңдайсыздар. Ары қарай қарайтын болсақ, сол жағында рефералы деген бар. Осы жеке ссылкаларыңызды достарыңызға жіберуге болады. Олардың әрбір тапқан ақшаларынан 10% ақша сізге де түсіп тұрады. Осы сайт жайлы қорытынды жасайтын болсақ, расымен де бізге ақша төлейді, бірақ өте аз түрде. Жаңағы 1 долларды табу үшін осы жерде 2 күн отырып 3-4 сағат уақыт бөлуіміз керек екен. Менің ойымша 400 теңге үшін 2 күн уақытымызды кетіретін тұрарлық сайт емес. Егер де сіздерге қызық болса, әрине кіріп қарап көрулеріңізге болады. Осы сайттың ссылкасын видеоның астында қалдырамын, өйткені білемін сіздер сұрайсыздар. Жалпы достар, осындай тексеру болды, сондықтан да видеоны лайк басыңыздар, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Егер де достар онлайн ақша тапқыларыңыз келсе, каналдағы осының алдындағы видеоны көрулеріңізге болады. 1 аптада 50 000
теңге деген. Сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов. Жаңа тәсілдерді жіберіп алмас үшін және жақында Kiwi кошелекті тексеру жайлы видео шығатын болады сіздердің сұрауларыңызбен, сондықтан да лайк басып подписка жасауды ұмытпаңыздар.